Математика пәні сабақтың тақырыбы 2 санына көбейту және бөлу кестесі. 76-шы сабақ. Бүгінгі сабақта 2-ге көбейту және бөлу кестесін құрастыруды үйренесің. Көбейту және бөлу амалдарының өзара байланысын еске түсірейік. Яғни мысалы, берілген суретте біз 2-ні көбейтеміз. 2-ні неше рет? 1, 2, 3. Яғни 2-ні көбейтемін 3-ге. Мәні болады 6. Келесі көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қарастырайық. Яғни 3-ті көбейтемін неше рет? Дұрыс, 2 рет. 3-ті көбейтемін 2-ге. Яғни 3-ті 2 рет қосамын деген сөз ол 6. Жалғастырамыз. Енді бөлу амалын қарастырамыз. 6 бөлемін 2-ге. Яғни осы 6 домалақты 2-ден бөлемін. Міне 1, 2. 6-ны 2-ге бөлсек, нешеу болады екен? 6-ны 2-ге бөлгенде мәні болады 3. Яғни міне 1, 2, 3 деген сөз. Соңғы мысал, берілген 6 домалақты бөлемін 3-3-тен. 3-3-тен бөлсек, неше бөлік болады? Яғни 6-ны бөлеміз 3-3-тен, яғни 3-ге бөлеміз, мәні болады 2. Яғни міне 1 бөлік және 2 бөлік. 2 санына көбейту кестесін құрастырайық. Айсұлу әрбір секіргені 2 бірлікке тең. Оның 2, 3 секіргені неше бірлікке тең? Кесте құрастырып көрейік. Бірінші, Айсұлу 2 рет секіреді. Яғни 2 көбейту 2. Яғни 2 бір рет секірді, 2 рет секірді. Қай жерге келдік? Дұрыс, 4. 2-ні 2 рет көбейткенде мәні болады 4. Келесі, Айсұлу 3 рет секірді. 2-ні көбейтемін 3-ге. Мәні болады 6. Әрі қарай Айсұлу 4 рет секірді. Яғни 2-ні көбейтемін 4-ге. Мәні болады 8. Айсұлу 5 рет секіргенде 10 болады екен. Яғни 2-ні 5-ге көбейтсек, мәні болады 10. 6 рет секірді. 2 көбейту 6. Мәні бізде нешеге тең? Дұрыс, 12-ге тең. Айсұлу 7 рет секірді. Мәні болады 14-ге тең. Келесі тағы бір секірді, яғни 8-ші рет секірді. Мәні 16-ға тең. 9-ші рет секіреді әрі қарай. Мәні нешеге тең оқушылар? 18-ге тең. Жақсы, әрі қарай ең соңғы секіріс, яғни 10-ші рет секіреді. Мәні болады 20. Біз осылай 2-нің көбейту кестесін құрастырдық. 2-нің көбейту кестесін есіңде сақта. Оны жаттап ал. Номер 4-ші есеп 29-ші бет. Есепте. Номер 5 29-ші бет. Есептерді шығар.